Бәріңе сәлемдесіздер, сендермен Асхат. Бүгін бізде ерекше видео. Skibidi Toilet'тің жаңа әлемі бар емес па? Сияқта, соғыс болып жатыр, сағат мэнді өлтіріп тастаған ечей осының алдындағы видеода. Бүгін біз, жаңа видеоға кішігірім реакция түсірейін деп жатырмыз. Обязательно видеоға лайктарын басыңдар, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар, каналға тіркеліңдер, достар. Комментарийға не жазатын білесіңдер ғой, там өздерің идеяларын жазасыңдар. Не істеу керек, не түсірейін, жаңа персонаждарды талқылаймыз, ше. Ал көп сөйлемей, видеоны бастайық. Бірақ ше, жаңа видеоны көрудің алдында бірінші еске түсірейік, қандай мықты батыл болған ше. Ё-моё, ана батылды қайтадан көргім келіп жатыр, достар, қазір. Сразу соған өтейік. Ал, мынау басталды. Мына Магнитмен деген енді вообще жесткий персонаж ше. Мынау көмекке бұл жерде не деп жазды деп ойласаңдар, типа мынау қазір базада дайын тұр, емделіп болды деп жазылған сияқты еді, кажется. Мен переводтағаным бұны. Есімнен шығып кетті уже ше. Ё-моё. Мәсан, не деген кайф. Бітеді, бірақ өлтіреді ол, по-любому. Ё-моё. Ай-бай, бекер. Блин, осы обидно ше. Осыны қайтадан тірілдірем деп өліп қалғанына енді дұрыс емес болды ше. Бекер істеді ғой осын. Қарасаңдар, біреу байқаған шығар, мынаның сағаты жанып кетті, ол енді қайтадан уақытты айналдыра алмайды. Мына жерде ше, мына жерде мына сағат айналып жатыр ғой ше, мынау сағатында от жанып жатыр ғой. Енді бұл сағат күйіп кетті, бұл енді уақыт тоқтата алмайды. Сол үшін бұл ұтылды осы жерде ше. Бірақ мен түсінбеген, неге бұлар мына сағатты неге лақтырды? Осы сағатты вақтырды ғой бұлар, кішкентай сағатты. Ай-бай. Бірақ ше, кім байқады мынаны тесіп атқан кезінде мынандай пропейлері ше, мына пропейлері сынып қалды ғой. Өйткені өте мықты ананың темірі ше, вообще сындыру мүмкін емес қойын кожасын ше. Бұлар сол үшін жынданып жатыр. Бұны алып кетеді. Өстіп батыл біткен, бірақ қазір біз жаңа сериясын көреміз. Жаңа сериясында вообще, конечно, сендер шок боласыңдар. Мен басын ғана көрдім, мына жерге дейін көріп қалдым да ше. Мынау, мынақты колонкамен пайда болды, мынақты көрдіңдер ма қазір? В общем, айтпай қойым, пока не болатын. Мені қараңдар. Мен түсінбей атқаным, кімнің атынан көріп атыр, кімнің көзі мынау. Өлең әдемі ше? Дара-дара-даран. Дара-дара. Мынау естеніңде ма, мынау екеуі ше, мынау билейтіндер. Болды, түсінікті бұл. Колонка менің не қолында тұр екенбіз ғой біз, Миссия устанавливается деді ма, или там загружается деді ма, бір нәрсе деді, дейтін. В общем, бұл жерде біздің сағат өліп қалды, или
Жоқ, жаңа сағат істеп жатыр. Жаңа геройды жинап жатыр, я? Не болды? Магиясы бітіп қалды ма? Неге? Телевизор қыз екен ғой. Бәсе неге жүгірді деймін ана камераны қарасаңдаршы. На камера қыз, телевизор қыз дәл жақсы көреді ғой. Даже мына әлемде де ше, жаңа әлем болса да камерамен бәрібір телевизор қыз жақсы көреді. Бұл ше, значит, бұл ана екі әлем бір-біріне сәл жақын екен да, себебі телевизормен анау әлемде де құтқарған еді ғой. Мен танымай жатырмын мұнан. Бәрі қуанып жатыр, бірақ бұл жаңа персонаж ау деймін. Titan been captured. Тоқтаңдар, мен переводтайын, бұл не деген сөз екен. 1 минут. Короче, Titan has been captured. Titan has been captured деген Titan был захвачен. Қазақша бұл Titan ұсталып қалды, короче. Типа, қамауға алынды деген сөз сияқты да, короче. Ага, понятно. Ну, короче, Титанды ұрып кетті деп айтты да. Болды ғой, понятно. Титан был захвачен. Түсінікті, короче. Мынаны көрді енді сағат. Не істейді енді? Жынданды, а? Типа жынданды. Анандай звук болды ғой, қарсыңдаршы. Түсінікті, короче, бұлар жынданды ғой. В общем, мынаяқта мен түсінбегенім мынау жаңа персонаж ол кім екен, я? Вообще, мынау қыз не деген соска, а? Не деген соска? Бұның әлі төбелесін көреміз. Бұл қандай қыз екен? Ё-мое, енді көп нәрсе күтіп жатырмын мына қыздан. Бірақ бірден көрініп тұр мына қыздың күші өте көп екенін ше, қарасаңдаршы. Бірден құтқара салды ғой мынаны. Бірден жинай салды мені. Көпте күші кеткен жоқ ау деймін. Вообще байқалған жоқ қой, қарасаңдаршы. Егер мынау опытный, мынау опытный сағат шетті ше, бұның өзі мынаны жинай алмады, бұның күші жетпеді. Жаңағы қыз бәрін істеді ғой. В общем, мен мына қызға өте қатты сенемші, бірақ бұл ақтайды менің немді. Үмітімді ақтайды, короче. Үмітімді ақтайды деген сөзді ұмытып қалыппын ғой. В общем, достар, өте қызық серия болды, бірақ бұлар енді естіді, сағатмендер ше, сағатмендер енді естіді бұның не істегенін, Титанның ұсталып қалғанын. Енді, келесі серияда, қазір қанша 7-ші серия болып отыр ма, 8-ші серияда бұлар точно барып соқсу керек бұны, ана Титанды шығарып алу керек. В общем, бізді өте мықты сериялар күтіп отыр. Ал сендерге осы видео ұнаса, обязательно лайктарыңды басыңдар, комментарий қалдырып, каналға тіркеліңдер. Комментарийға білесіңдер ғой не жазу керек екенін. Ал лайктарың мен поддержкілеріңді көрсетіп осы активті көтер жеріңдер, жігіттер. Реально просто жігіттер мен қыздар, айтпақшы, мен қыздарды көреді ғой. Сондықтан да, достар, давайте келесі кездескенше сау болыңдар. Сендермен болған Асхат, давайте.